Аңымның бәрін ішке сақтап отыра алмайды екем. Қаншама шақырым жүріп. Короче, Аман, сен врачкаларың біздің шүгілдіріп кеткен. Как-то не попенять. Бірақ сен шүгілдарға ғана шамаң іштейді. Балаларды көрдіңіз, бұл балада екі жол бар. Бірі шахта, немесе түрме. Ал бокс, оларды адам қатарына қосудың жалғыз жолы. Сендермен тренировкаға барсам бола ма? Өзім үшін тұруды үйреніп достар тапқым келеді. Мен ешкімді аямаймын. Шыдамаймын дейтіндер болса, есік Балаларды спортзалда емес, көшеде тәрбиелеген дұрыс. Сендердің спортзалдан нормальный сумма төлеуге дайынмын. Сен сол залға неге сонша жабысып қалдың? Көшін балаларды ойлап тұрсың ба? Қайдағы балалар? Ол балаларға сенің де жаның ашымайды. Құр жүре бермей ақша табатын жер іздеу керек. Біздің қалада подвалдан басқа ақша табатын жер жоқ. Ол жерде бокс емес, жабайы төбелес қой. Мен мерға шығып халықаралық жарыстарға қатысқым келеді. Онда менің арманым ешкімге қызық емес па? Бокс армандап жүрсің ба не? Нан болмайды ол саған. Сендер не үшін боксқа қатысып жүрсіңдер? Көшеде төбелесу үшін ба? Тархан деген кезіп қалды ма? Как бы правильно. Ешкімнен ақша алмай, сатылмай. Сол үшін өкпе төкпе бауырым. Ағай, берілмеңіз. Сіз бізге өзіңіз осыны үйреттіңіз ғой. Өзіңе тезірек кел бауырым. Добро пожаловать в Караганду. Қазақ боксшылары жасасын.